Ал шыдамның шегіден жеткен ақтөбеліктер бүгін қала әкімшілігін басып ала жаздады. 4-5 күннен бері таңғы 4-тен басап кезек күтуден әбден шаршаған жұрт құжаттарды өткізіп үлгере алмай жатыр. Өйткені 2 жылдан бері жалғасып келе жатқан мүлікті жария ету науқанының ертең соңғы күні. Ақтөбеде мүліктерін жария ете алмай жүрген тұрғындар әлі жетерлік. Науқанға үлгере алмай қаламыз ба деген ақтөбеліктердің бүгін қарасы тіптен көп болды. Құжат тапсыруға келгендер кезекті таңғы сағат 4-тен бастап алады екен. Сонда да сол күнге үлгере алмай, бір құжаттың соңында 4-5 күннен бері жүргендері де бар көрінеді. Біздер 3 күн болды келгенімізге. 3 күннен бері әлі тапсыра алмай жүр. Күнде келеміз, список деді бірінші. 105 болып тіркелдік. Енді 72 болып отыр қайтадан. Қазір ілінеміз бе, ілінбейміз бе, тағы көріп отыр. Күнде сөйтеміз. Біз сағат ертең 4:30-нан бері отырмыз осы жерде. Сағат 10-ға шейін, 11-ге шейін терминал істеген жоқ, соның қырсығына. Осы халық заблуждениеге түсіп отыр. Заң шыққан мекемеде, заң. Ол ертең 31 күні бітеді дейді. Ал оған халық үлгере алмай жатыр. Осыған мүмкіндік болса создыру керек. Үлгермеген ақтөбеліктер мүлікті жария ету науқанының мерзімін тағы да ұзартса екен дейді. Алайда жергілікті әкімшіліктің қызметкерлері онсыз да бұл науқан өткен жылы 1 жылға ұзартылғанын айтады. Яғни 2014 жылдан бері жүргізіліп келеді. Мамандардың айтуынша соңғы күндері тұрғындарға қызмет көрсетіп отырған қызметкерлер түскі үзіліссіз жұмыс жасап, күніне 300 адамға дейін қабылдап жатқандарын айтады. Ал үлгермеген тұрғындарға айтар уәждері жоқ. Осы уақытқа дейін енді жүргендері әркімнің арызданушының өзінің кінәсі болатын болар енді. Өйткені именно соңғы кезде халық өте көбейіп кетті. Бірақ оған дейін де бізде уже приемға келгенде күніне 200 адам, 150 адамға дейін әшейін тек құжатын көрсетіп кеткен үшін де сондай адамдар келеді. 150-200 адамға дейін. Бүгін қазір енді мысалы сағат 9-дан бастап 400 адам болды приемға келген. Түскі үзіліссіз бәрін қабылдап үлгергенімізше ертеңгі сағат 5-ке дейін тырысып жатырмыз. Жалпы Ақтөбеде мүлікті жария ету науқаны барысында соңғы 2 жылдың ішінде 25 миллиард теңгеге 10 мыңнан аса мүлік заңдастырылған. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбеден.